Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін біз қала тұрғындарына мен оқыған бір кітап атты сауалнама жүргізбекпіз. Ендеше бізбен болыңыздар. Кеттік. Біз қалалық кітапханадан едік. Мұхтар Әуезов атындағы қалалық кітапханадамыз. Гагарина 2 көшесінде орналасқан. Есіңіз бар ма? Гагарина 2 көшесінде орналасқан. Гагарина? Жалпы өзіңіз кітап оқыған ұнатасыз ба? Бізге оқырман болуыңызға болады, сізге бір-екі сұрақ қойсақ. Қазақ даласына алғаш мектеп ашқан кім? Ыбырай Алтынсарин. Негізі қандай кітаптарды, қандай жанрда оқыған болдыңыз? Мамандығыңыз бойынша оқисыз екен, иә, жақсы. Бізде кітапханамызда түрлі мотивациялық, әртүрлі кітаптар бар. Көркем әдебиет жағынан да, жаңағы техникалық сіз ұнататын кітаптар өте көп. Бізге келіп оқырман болсаңыз болады. Біз қалалық кітапханадан едік. Біз кітап оқығанды ұнатасыз ба? Әрине ұнатамын, бірақ қазір өзгермей қойдым. Болмаса баяғыда қазақ әдебиеті неден нелер оқитын едім мен. Кітаптарды оқыған ұнатасыз ба? Қандай жанрды ұнатасыз кітап оқығанда? Мен көбіне Ілияс Есенберлиннің кітабын оқып. Көркем әдебиет кітаптарын оқыған ұнатасыз ба демек, иә? Иә, сонымен. Аңыз жағы, нелер көбіне. Ал кітап туралы қандай мақал-мәтел білесіз? Кітап білім бұлағы, кітап өмір шырағы деген сияқты. Жақсы. Аға, қазақтың аңыз тұлғасы Абай Құнанбайұлының биыл неше жылдығы білесіз бе? 180 жылдығы, иә, дәл. Жақсы, рахмет сізге көп. Сауалнама алып жүргенбіз қалалық тұрғындардан. Жалпы кітап оқыған ұнатасыз ба? Көз көрмейді, ұшқытқан өзім зорған етім кәскен кезде. Негізі интернет желісінде отырасыз, иә? Жалпы негізі әлеуметтік желі кітапты алмастыра ала ма, қалай ойлайсыз? Жоқ, кітап қой, адам жанына нетеді ғой, енді қозғалтады. Мынау не? Робот сияқты. Әйтеуір бірдеңені зырылдатып оқып шығасың. Кітап жақсы. Кітаптың әлемі бөлек дейсіз ғой? Иә, бөлек. Бізде жалпы кітапханамызда түрлі мотивацион, әртүрлі кітаптар бар. Алып, бізге келіп, кітап оқысаңыз болады, бізге оқырман болсаңыз болады. Біз әжеде бірнешеуін алдық. Шалым барып тұрып, зрение шақсы. Біздің оқырман ғой, иә? Оқырман. Сізді де шақырамыз, келіңіз, рухани байыңыз, кітап оқыңыз. Рахмет сізге. Қалған кітаптарыңыз өзіңізге қаншалықты әсер етеді немесе әсер етті? Қандай кітаптар оқыдыңыз? Енді көп кітаптар оқыдық. Абай жолы, Исаак Квашин туралы оқыдық. Қандай әсер берді сізге? Ол не туралы болды? Тарих па, жанры қандай? Тарих жайлы оқыған ұнатасыз, иә? Жалпы біздің қалада кітапхана бар дейсіз ба? Анау шетте бар. Иә, Гагарина 2 көшесінде орналасқан. Бізде түрлі мотивационный, әртүрлі тақырыпта, әртүрлі жанрда кітаптар бар. Келіп, біздің оқырман болуыңызға болады. Жақсы, күтеміз. Мен барам, елге барам, ана фабрикада жұмыс істеймін. Біздің оқырмансыз демек, иә? Жақсы, рахмет сізге. Сәлеметсіз бе? Біз қалалық кітапханаданбыз, Гагарина 2 көшесінде орналасқан. Біз сізге бір-екі сұрақ қоятын болсақ, сауалнама алып жүрміз қалалық тұрғындардан. Жалпы әлеуметтік желі қазіргі таңда кітапты алмастыра алады ма, қалай ойлайсыз? Иә, алмастырып ойлаймын. Себебі қазіргі кітаптың көп балалар жеткізеді, Google, поиск, жалпы керек. Алмастыра алады деп ойлайсыз демек, иә? Бірақ ол кітап деген ол өзі бөлек әлем ғой. Кітап оқыған кезде адам басқа күйге енеді, сол кітаптың ішіне кіріп кетеді, иә? Ал интернетте сен ондай әсер алмайсың ғой. Интернетте көп қарайсың, бос уақытыңды көп өткізесің. Ал кітаппен сені рухани байисың, тілің дамиды, миың ерекше басқаша жұмыс жасайды. Оған келісесіз ба? Қазіргі таңның ағымына қарай, қазіргі заманның ағымына қарай интернет дейсіз ғой, көбінесе. Жақсы. Біз сізге біздің кітапханамызға келуге кеңес береміз. Бізде көптеген мотивационный күшті кітаптар бар. Жастарға арналған, біз бірнешеуін ғана алдық. Бізде көп келіп оқып, біздің оқырман. Мы работаем в городской библиотеке. Вы любите читать книги? Конечно. Какие книги любите читать? Каких авторов? Всякие. Мы 69-го года здесь живем. У меня подруга работала в магазине в этом самом.
Мы все тех времен брали книги. До сих пор они у нас и детей научили, троих всех читать. До сих пор читают книги. А вы знаете нашу библиотеку? Мы по Гагарина 2 находимся. Гагарина. Да нет, сейчас мы редко ходим уже. Гагарина 2 это где? Это вон там, где объездная, знаете, на телевидении, когда Ну, найдем, если Гагарина 2. Приходите, у нас разные книги есть, разных жанров. Хорошо. Ладненько, спасибо. Құнанбайұлын барлықтарыңыз білесіздер ғой. Сол кісінің биыл неше жылдығы білесіздер ма? 180 жылдығы. 180 жылдығы. Ол қашан аталып өтіледі, білесіз ба? 10 тамызда. Дұрыс, 10 тамызда. Так, сосын сіздердің өздеріңіз негізі кітап оқыған ұнатасыздар ғой, иә, демек. Өздеріңіз оқыған кітаптарыңыз өміріңізге қаншалықты әсер етті, қандай әсер қалдырды, соны айтасыз ба? Мен енді өзім қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімімін. Жалпы әр кітаптан міндетті түрде ой түюге болады. Бізде енді қазақ әдебиетінде көптеген жанрлар бар ғой. Мысалы, оның ішінде жаңағыдай әйел теңсіздігін көп көтерген кездер бар. Сол үшін мысалы әйел адам болғандықтан олардан да тағы бір мотивациялық, берілмеудің, қайсарлықтың үлгісін тануға болады деген секілді. Немесе қазіргі таңдағы көптеген мотивациялық кітаптардан да көптеген жігер алуға болады. Сондықтан кітап оқыңыздар. Кітап оқуға кеңес бересіздер. Жақсы, сіздерді кітапханамызда күтеміз. Жақсы. Келіңіздер, оқырман болыңыздар.